Мемлекеттік идеологияны жүзеге асыруда ардагерлердің алар орны орасан. Себебі болашақ ұрпаққа бағыт-бағдар беретін Данагөй қараялар қауымда абырой жоғары сөздер өтінді. Түркістан қаласында облыстық ардагерлер кеңесінің бірінші пленум отырысы өтті. Онда қандай мәселелер көтерілді? Ардагерлер ұйымы қандай жұмыстарды атқарған? Толығырақ алдағы бейнематериалда. Түркістан облысында 17 аудан мен қалаларда ардагерлер кеңесіне біріктірілген 536 бастауыш ұйымы бар. Бұл ұйымдар жастар тәрбиесі мен ұрпақтар сабақтастығы, елдің ынтымағы мен бірлігін арттыру ісінде өз тиімділігін көрсетіп келеді. Облыс әкімінің орынбасары Бейсенбай Тәжібаев қоғамды тұрақтандырудағы ақсақалдар рөліне тоқталып өтті. Қазіргі кезеңде түрлі жаңа мәдениет, жаңа сондай түсініктер, қоғамның даму тенденциялары, осындай жаңашылдыққа басқа да бағыттар болмаған кезде біздің далада дәстүрімізді, өзіміздің болмысымызды сақтайтын, соны ұрпаққа жеткізетін сіздердің еңбектеріңіз әрдайым ерекше деп бағалаймыз. Сондықтан да жасалып жатқан жұмыстарды, атқарылатын жобаларға біз өз тарапымыздан қолдау білдіруге дайынбыз. Былтыр облыстық ардагерлер кеңесі тарапынан қабылданған ата-баба дәстүрі ұрпақ аманат бағдарламасы аясында 8 бағытта жұмыс жүргізілді. Ақсақалдардың атқарған шараларының нәтижесінде даулы мәселелер оң шешімін тауып, жастар арасындағы құқық бұзушылық 30%-ға, суицид 25%-ға төмендеген көрінеді. Елдің ынтымағы мен бірлігіне, тұрақтылық пен татулыққа осы жағдайда жұмыс жасайды бірге. Ол бірінші кезекте. Екінші, жастарды тәрбиелеу. Бүгінгі жастарымызды отансүйгіштік рухта тәрбиелеп, бойына ұлттық құндылықтарды бойына сіңіру. Жиында ардагерлердің әлеуметтік тұрмыстық жағдайын жақсарту жайы сөз болды. 2022 жылы 7123 ардагер емделуге жіберіліп, денсаулықтарын түзетті. Сонымен қатар қамқорлық акциясының аясында 15 мың ардагерге 233,3 миллион теңге қаржылай көмек көрсетілген. Ардагер мемлекеттік есебінен міндетті әлеуметтік медицина сақтандыру үшін жарна төленген жеңілдікте 15 санатты қатарына кіреді. Міндетті әлеуметтік медицина сақтандыру үшін берілген барлық медицина көмек түрлері тегін жүргізіледі. Қарттарға және ардагерлер медицина көмек үздіксіз көрсету мақсатында 2021 жылдан бастап облыстық барлық медицина санитарлық көмек ұйымдастырылып, 21 гериатриялық кабинеттер ашылып, жұмыс атқарылды. Пленумда алдағы уақытта атқарылатын жұмыстар мен міндеттер нақтыланып, қаулы қабылданды. Кездесу соңында елдің ынтымағы мен бірлігін, ұлтаралық қарым-қатынасты нығайтуда елеулі үлес қосқан 9 ардагерге облыстың құрметті ардагері төсбелгісі мен үздік ұйымдар жетекшілеріне алғыс хат табысталды. Алтынбек Амит, Бексұлтан Бекбатша, Түркістан 24.